тағы да алдын есептегідей тұрақты ток тізбегіне берілген есепті қарастырайық. Міне алдымызда тұр. Қазір сол есепке өтейік. Міне есептің берілгені жазылып тұр. Оқып жатпай-ақ қояйын. Электр тізбегін қарастырайық бірден. Электр тізбегінде екі кедергі берілген, ток көзіне жалғанған әрине, және ең бір тағы да ерекшелігі электр тізбегі екі бөліктен құрастырылған, яғни тармақталған электр тізбегі. Ток көзінің сол жағында әрбір кедергі бар, яғни ток көзі сол жағынан әрбір кедергімен тұйықталған. Ол жерде И1 ток жүреді. Ал ток көзінің оң жағында егер кілт қосулы болса, ол R2 кедергімен тұйықталады. Ол жерде I2 ток жүреді. Тағы да айтам, кілт қосылған кезде. Ал қазір алғашқыда кілт ажыратылып тұр. Оң жақтағы бөліктен ток жүрмейді. Ток тек әрбір кедергі арқылы ғана жүреді. Оның ток шамасы берілген. Ал енді бұл кезде біз тек сол жақтағы бөлікке арнап ток тізбегі үшін омзаңын жазуымызға болады. Міне. Ол жерде электр қозғаушы күшін тауып қояйық. Енді тағы да өткен есептегідей берілген сызбаны басқаша сызамыз, яғни бастапқы сызбаға эквивалентті тізбек саламыз. Міне екінші тізбекті қарасаңыз, біріншімен салыстырып көзге басқаша сияқты көрінеді, бірақ бұл физикалық тұрғыдан дәл сол сызбаның, сол тізбектің өзі. Бұл сызбаны неге сыздық? Өйткені бұл сызбадан анық көрініп тұрған мәселе бар. R1, R2 кедергі бір-біріне кәдімгі параллель жалғанып, ток көзіне параллель жалғанып қосылған екен. Ол анық көрініп тұр, қоршап қойған әрі. Олай болса, ол R1, R2 кедергілердің жалпы кедергісі R'-ті кәдімгі параллель жалға бойынша табуға болады. Солай табылады да. Ол мына жерде тұр. Енді бұл екінші сызбада кілтті қосылды деп есептейік. Мына жерден кілт қосылғаннан кейін R2 кедергіден де R1 кедергіден де ток өте бастайды. Ток көзінің оң полюсінен шығады. Мына жерден ол ток тізбектегі токты I деп белгілейік. Ол келетті I ток мына бір нүктеде екі токқа бөлініп кетеді. Екі токқа, ал R1 кедергідегі ток енді бағанағы I1 болмайды енді. Ол жерде R1 кедергісі арқылы өтетін ток басқа болады. Оны I' деп белгілейміз. Және осы токтарға қатысты мынаны айтуға болады. Мен белгілеген нүктеде, бірінші нүктедейін, I тогы екі токқа бөлініп кетеді. I2 мен I' токқа. Олай болса, осы бірінші түйін үшін тізбектегі біз Кирхофтың бірінші ережесі бойынша екі токтың қосындысы, I' пен I2-нің қосындысы жалпы тізбектегі I токқа тең болатын жазуымызға болады. Тағы да ескертем, Кирхофтың бірінші ережесі бойынша. Кирхофтың бірінші ережесі электр тізбегіндегі түйіндерден өтетін токтарға арналып жазылады. Яғни Кирхоф ережелері тармақталған бірнеше бөліктен тұратын электр тізбектеріне қолданылады. Мұны тағы да атап өтем. Қазір біз Кирхофтың бірінші ережесіне сай токтардың қосындысын жаздық. Ал енді
R2 мен R1 кедергінің екі ұштары жалғанғандықтан, параллель жалғанған, яғни онда олардағы кернеулері тең болады. Кернеулер тең болады. Онда жазып қоямыз, иә. Және жалпы тізбек үшін кәдімгі Ом заңын жазуға болады. Оны біз бірақ бірден электр қозғауыш күші үшін жаза салайық. Ток көзінен өтетін ток пен И мен ток көзінің ішкі кедергісінің көбейтіндісі, яғни ток көзіндегі кернеудің түсуі, ол сыртқы жалпы кедергіден кедергідегі кернеудің түсуінің мен қосындысына тең болады токтың электр қозғауыш күші. Немесе мұны Киркхофтың екінші ережесі деп айтуға болатын шығар. Немесе кәдімгі Ом заңы. Ал ары қарай енді кішкене математика, мынау тепе-теңдіктен бірнеше кедергідегі И' токты табатын болсақ, И' деген тағы да ескертем, кілт қосылғаннан кейінгі бір резистордағы ток. Оны алып барып бірінші мұны токтардың қосындысындағы И' қойсақ, біз онда И токты И2 ток арқылы табамыз. Оны алып барып электр қозғауыш күшінің теңдеуіне қойсақ, электр қозғауыш күші тізбектегі мынандай формуламен анықталатыны шығады. Бұл жердегі шамалардың негізгі бөлігі белгілі, тек қана ток көзінің ішкі кедергісі белгісіз. Ал енді осы жерде біз аламызда бағанағы электр қозғауыш күшінің теңдеуімен қазіргі алынған электр қозғауыш күшінің теңдеуін екеуін теңестірсек болады. Ол жерде бірақ белгісіз болады, тағы да айтам, ток көзінің ішкі кедергісі. Сол ішкі кедергіні тауып шығамыз. Мынандай формула аламыз. Және жеңіл ғана есептеп жіберсек, ток көзінің ішкі кедергісінің 4 Ом екені шығады. Алдыңғы есептің қолдау ретінде және сонда айтылған мәселелерді қостау ретінде мына бір есепті де көріп жүре салайық. Бұл есептің де берілгені және мазмұны дәл сол есепке келеді. Барлығы жазылып тұр, көріп түсініп алу қиын емес. Ал енді сол бағанағы әңгіменің түйінді мәселелерін көрсетіп жібере салайын. Бастапқы берілген тізбек мынау. Бұл жерде 3R кедергі тағы да сол тізбектеп жалғанған сияқты көрсетіледі. Ол көз алдау. Біз оны былай өзгертуімізге болады. Мына қызыл нүкте, жасыл нүкте деп белгілеп қойдым. Ойша, мына бір қызыл нүктені алып барып, екінші қызыл нүктеге қоссақ, ал жасыл нүктені екінші жасыл нүктеге алып барып қоссақ, онда біз тағы да көзге түсінікті есеп шығаруға ыңғайлы эквивалентті сызба аламыз. Мұның ең соңғысы эквивалентті сызба. Көріп тұрғанымыздай, ол жерде 3 кедергінің өзара параллель жалғанып тұрғаны көзге оттай басылып анық көрініп тұр. Болды, ол жерде кедергілерді параллель жалғасақ, жалпы кедергісін ауызшақ табуға болады. Әрине, параллель жалғанғанда бірдей кедергілер, жалпы кедергі үшінші кемейді. Өте жеңіл ғана шығарыла бастайды есеп. Әрине, бағана айтқан Ом заңын жазамыз. Сол Ом заңы арқылы кернеу, N нүктелерінің арасындағы кернеу табыла салады. Ешқандай қиындығы жоқ міне. Олай болса, алдыңғы есеппенен қосқанда осы үш есебіміздің де түйінді әңгімесі біреу-ақ. Оны жаңа атап өттім, қайталаудың қажет жоқ шығар. Міне енді осымен сабақты аяқтасам болатын шығар.